Қайырлы күн достар, бүгін үй жағдайында тез әрі оңай екі заттан ғана даярланатын печенье даярлайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар ұн, жұмыртқа, құмшекер, май және қопсытқыш қажет. Алдымен шекерді, одан кейін май, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массаның үстіне мөлшеріне қарай ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырдың бетін 2-3 минутқа жауып қойып қоямыз. Сол аралықта пешті алдын ала қыздырып аламыз, яғни 180-150 градусқа қойып қыздырып аламыз. Июі қанған қамырды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелектенген қамырды шекерге бір батырып, үстін вилкамен немесе қасықпен сәндесеңіздер де болады. Дайын болған печеньелерді пергамент қағаз төселген тапаға қоямыз да 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан пештің градусын қарап қойыңыздар. Осымен біздің үй жағдайда 2 ғана заттан тұратын печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Айкони Фудқа тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ас болсын!